Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз, қозғайтын сабағымыз ұлы жорықшы, ұлы қолбасшы Әмір Темір туралы. Әмір Темір ұлы қолбасшы және мемлекет қайраткері деп көрсетіледі. Кіріспе, Әмір Темір кім болған? Әмір Темір 1336 жылы 1405 жылдар арасында өмір сүрген Орта Азияның ұлы жаулап алушысы және мемлекет қайраткері. Темір әулеті империясының негізін қалаушы. Оның өмір жолы мен билік құрған кезеңі тарихтың ең қызықты беттерінің бірі болып табылады. Әмір Темірдің балалық шағы мен жастық шағы. Туған жері мен отбасы. Әмір Темір 1336 жылы 9 сәуірде Кеш қаласы, қазіргі Шахрисабз, Өзбекстан, маңындағы Ходжа Эльгар ауылында дүниеге келген деседі. Ол барлас тайпасының бектерінен шыққан. Оның әкесі Қарағай бек діндар және білімді адам болған деседі. Білім мен тәрбие жағына келетін болсақ, жас Темір ерте жастан бастап әскери өнерге, саясатқа және ғылымға қызығушылық танытады. Ол діни ілімдерді, заңдарды, тарихты және әдебиетті терең меңгереді. Шахмат ойнауға құмар болған. Бұл оның стратегиялық ойлау қабілетін дамытқан деседі. Мәуереннахрды біріктіру жолындағы күрес. Оның алғашқы қадамдары 1360 жылдардың басында Темір Моғолстан хандарына қарсы күресте өзінің батылдығы мен әскери таланттылығын көрсетеді. Билік үшін күресте ол әртүрлі феодалдық топтар арасындағы күресте өзінің орнын тауып, біртіндеп ықпалын күшейте бастайды. Аймақтарды біріктіру. 1370 жылы Темір Мәуереннахрды толығымен басып алып, Самарқандты өзінің астына сетіп жариялаған болады. Әмір Темір империясының құрылуы. Орталық Азияның бірлесуі. Мәуереннахрды біріктіргеннен кейін Темір іргелес аймақтарға шабуыл жасап империясының шекарасын кеңейтеді. Иран мен Иракты жаулап алу барысында 1383 жылдары ол Иран мен Иракты бағындырып, аймақтық державаға айналады. Алтын Орданы талқандау. Тоқтамыс ханмен күреске жеңіске жетіп, Алтын Орданың ықпалына сертеді. Сонау жылдарға келетін болсақ, Тоқтамыс ханды сайлаған Алтын Орданың хан етіп, Әмір Темірдің өзі болатын. Яғни Тоқтамыс хан 1391 жылдардан бастап Әмір Темірге өзінің билігін көрсетем деп, өзінің күшін көрсетем деп Әмір Темірге қарсы шығып, бірақ 3 жорықтан кейін сәтсіз аяқталып, Әмір Темірдің жеңісімен аяқталған жорық болады. Үндістан жорығы. 1398 жылы Дели сұлтандығына жорық жасап, бай олжамен оралды. Осман империясымен соғыста 1402 жылы Анкара шайқасында Осман сұлтаны Баязитті жеңіп, Еуропаға жол ашқан осы Әмір Темір болатын. Әскери стратегиялары мен жеңістері. Жылдамдықпен кенеттен шабуыл Темір әскерінің негізгі қаруы болып табылады. Тактикалық икемділік. Әртүрлі жағдайларда бейімделе алатын қабілетімен ерекшеленеді. Барлау мен ақыл ой. Шешім қабылдамас бұрын мұқият барлау жұмыстарын жүргізеді. Бұл Әмір Темірге тән қасиеттердің бірі. Ал егер инженерлік әскери іске келетін болсақ, қалаларды алуда және қорғауда инженерлік әдістерді көбінен қолданады. Мәдениет пен ғылымға қосқан үлесі. Әмір Темірдің кезінде сәулет өнерінің гүлденуі. Темірдің билігі кезінде Самарқанд, Бұхара және басқа қалаларда көптеген мешіттер, медреселер, кесенелер мен сарайлар салынды. Бұл ғимараттар әсемдігімен және сәулеттік шешімдерімен әлемді таң қалдырады. Ғылым мен өнердің дамуы. Ол ғалымдарды, ақындарды, суретшілер мен қолөнершілерді қолдады, қатты қолдаған болатын. Темірдің сарайына әлемнің түкпір-түкпірінен дарынды адамдар жиналады. Оның немересі Ұлықбек астрономия мен математикаға үлкен үлесін қосады. Әмір Темірдің жеке қасиеттері мен көшбасшылық қабілеті. Әмір Темір данышпан стратег. Әмір Темір әскери өнерде данышпан стратег болды. Оның әдістері бүгінгі күнге дейін зерттеледі. Әділ сот. Ол әділдікті жоғары қойды және мемлекетті басқаруда заңдылықты сақтауға тырысты. Мәдениетті меценат. Темір білім мен өнерге қамқорлық жасады. Оның билігі кезінде мәдениет гүлденді. Табанды тұлға. Қиындықтарға мойымайтын табандылығы мен мақсатына жетудегі қайсарлық оны ұлы қолбасшы етті. Әмір Темірдің мұрасы оның орны мен мұрасы тарихта. Әмір Темірдің мұрасы мен ұрпақтары үшін бүкіл әлем тарих үшін маңызды.
Оның құрған империясы қысқа өмір сүрсе де, ол Орта Азияның мәдениеті мен ғылымына үлкен ізін қалдырады. Геосаяси әсер. Темірдің жорықтары әлемдік тарихтың бағытын өзгертті. Сәулеттік мұра. Самарқанд пен Бұхарадағы ғажайып ғимараттар әлі күнге дейін оның даңқын паш етеді. Осы орайда Қожа Ахмет Яссауи кесенесін қайта тұрғызған туралы да мәліметті қосып атап өтсек болады. Әдебиет пен ғылым. Оның заманындағы ғалымдар мен ақындардың еңбектері әлемдік мәдениетке байытты. Көшбасшылық үлгісі, оның көшбасшылық қасиеттері мен әскери стратегиялары бүгінгі күнге дейін зерттелуде деседі. Бүгінгі Әмір Темір туралы сабағымызды қорытындылай келе Әмір Темірдің бізге қалдырған өсиетін аяқтайық. Билікке жету қиын емес, оны ұстап тұру қиын. Әмір Темірдің өмір жолы табандылықтың, білімге ұмтылыстың және мемлекетшілдіктің жарқын үлгісі. Оның мұрасы бізге тарихты ұмытпауға, өткеннен сабақ алуға және болашаққа сеніммен қарауға шақырады. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар болып қарағандарыңызға